Сабақтың тақырыбы экологиялық этика. Сабақтың ұзақтығы 90 минут. Өтілетін сабақ түрі дәріс сабақ. 21 ғасырда адамзат алдында тұрған ең үлкен мәселелердің бірі экологиялық дағдарыс. Ғылыми-техникалық прогресс табиғаттың тепе-теңдігін бұзып, климаттың өзгеруіне, биологиялық әртүрліліктің жойылуына, табиғи ресурстардың сарқылуына әкелуде. Осындай жағдайда экологиялық этика ұғымының маңызы арта түсуде. Экологиялық этика бұл адам мен табиғаттың арасындағы моральдық қарым-қатынасты зерттейтін философиялық бағыт. Ол адамдардың табиғат алдындағы жауапкершілігін, құқықтары мен міндеттерін айқындайды. Экологиялық этика тек ғылыми ұғым емес, ол адамзат өркениетінің болашағына қатысты моральдық бағдар. Оның негізгі қағидалары: табиғатты тірі ағза ретінде құрметтеу, табиғи ресурстарды үнемдеп пайдалану, жан-жануарлар мен өсімдіктердің өмір сүру құқығын мойындау, келешек ұрпақтың экологиялық қауіпсіздігін сақтау болып табылады. Экологиялық этика адамның экологиялық мәдениетін қалыптастырады және оның табиғатқа деген көзқарасын өзгертеді. Қазақ халқы табиғатқа ерекше құрметпен қараған. Ұлттық дүниетанымда табиғат адамзаттың тіршілік негізі ғана емес, рухани құндылық ретінде бағаланады. Жер ана, су тіршілік көзі, от қасиетті деген ұғымдар экологиялық этиканың дәстүрлі негізін құрайды. Халық арасында тараған тыйымдар: құдыққа түкірме, аққуды атпа, бұлақты бітеме деген сөздер табиғатты қорғаудың моральдық өлшемдері болып саналды. Салт дәстүрді табиғатқа қамқорлық ерекше орын алған. Бұлақ көзін ашу, ағаш отырғызу, жайлауды таза ұстау ата-бабадан қалған өнеге. Осылайша қазақ халқының дүниетанымы қазіргі экологиялық этиканың негізгі қағидасымен үндес. Қазіргі таңда экологиялық этика жаһандық саясаттың, халықаралық құқықтың және әрбір елдің даму стратегиясының маңызды бөлігі. Яғни, білім беру саласында студенттер мен оқушыларға экологиялық тәрбие беру, ал құқықтық салада экологиялық заңдар қабылдау, табиғатты қорғау нормаларын сақтау. Ал қоғамдық өмірде экологиялық акцияларға қатысу еріктілер қозғалысын дамыту болып табылады. Экологиялық этикасыз тұрақты даму мүмкін емес. Өйткені адамзаттың болашағы табиғатпен үйлесімді өмір сүрумен тікелей байланысты. Жеке тұлғаның жауапкершілігі арқылы әрбір азамат экологиялық этиканың талаптарын сақтауға міндетті. Яғни, қоқысты сұрыптау, суды үнемдеу, орманды қорғау, көгалдандыруға қатысу, жан-жануарларға қамқорлық жасау әрбір адамның этикалық маңызы. Экологиялық этика тек мемлекет пен ұйымдардың ісі емес, ол жеке тұлғаның күнделікті өмір салтына айналуы тиіс. Яғни, осындай бастамалар әрбір тұлғаның ой толғауы арқылы алғашқы баспалдағы болмақ. Қорытындылай келе, экологиялық этика адамзат өркениетінің болашағын қамтамасыз ететін рухани адамгершілік негіз. Табиғатты аялау тек қажеттілік емес, бұл адамдық борыш. Қазақ халқының табиғатты құрметтеу дәстүрлері қазіргі замандағы
экологиялық этиканың басты қағидаларымен үйлеседі. Табиғатқа қамқорлық жасау болашақ ұрпақ алдындағы қасиетті міндет. Сондықтан экологиялық этика әрбір азаматтың өмірлік ұстанымына айналуы тиіс.